Бухарада таңертең 50 мыңға жалдап алған хостелда оянып, таңғы ас пен кофені ішіп, жолға суды толтырып ап, біз Хиуа жаққа шықтық. Егер бастапқы 100 километрді санамасақ, бұл Өзбекстандағы біз жүрген ең жақсы жол болып шықты. Бухара, Ургенч тас жолы, бетонка, автобан болат шығар бұл жер. Жолда Хива қаласына жетпей, біз Ургенч қаласы арқылы өттік. Біздің ойымызша, Ташкентті санамағанда Өзбекстандағы ең заманауи қала осы Ургенч болып табылады. Бұнда заманауи ғимараттар, кең көшелер көп орын алады. Және де бір қызығы бізді таң қалдырған, бұл қалада қарқынды жинау және қаланы көркейту жүріп жатты. Бұның себебі саяхаттық сезонға дайындалып жатыр ма екен деп ойлағанбыз басында. Бірақ бұның себебі әлде қайда беткей жатыр. Бұл қалаларға жақын арада президент келмекші екен. Соның салдарынан бүкіл қалалық қызмет органдары қаланы көркейтіп жатыр. Яғни бұл мемлекетте басқа ТМД мемлекеттері сияқты тек қана көз бояушылықпен айналысады екен. Мысалға айтсақ, біздің көзімізше кәдімгі үлкен ағаштарды отырғызып жатты. Хиуа қаласында жаңа гүлдерді отырғызып жатты. Өте қызық көрінеді. Куда там? Гостиница надо? Да. Гостиница? Нет, парк. Ага. Вы там были, кажется, нет? Вот так. Все, рахмат. Ага, рахмат. Ақырында біз Хиуамен 3 сағат жүріп, жататын орын таба алмадық. Палатканы құратын. Өйткені бүкіл жерде тұрғылықты райондар, парктар өте аз болды. Сөйтіп, түнгі 1-12 біз бір қонақ үйді тауып алдық. Бағасы 150 мың сом бір бөлмеге. Сонда тоқтадық. Хиуа қаласында өз заманында Мұхаммед әл-Хорезми, Абу Райхан ибн Бируни, Абу Али ибн Сина тәрізді ірі энциклопедияшы ғалымдар еңбек етті. Ал Шыңғысхан мен Әмір Темір заманында Хиуа қиратылып талауға түсті. Бұл қаланың қайта гүлденген кезеңі 16 ғасырға сәйкес келеді. Бұл кезде қаланың ірі қорған қабырғалары, салтанатты сарайлар, мешіттер, мұнаралар, кесенелер салынып, архитектуралық ансамбль құрылды. 17 ғасырда Хиуа хандығының астанасы болды. 1842 жылы Хиуа хандығының билеушісі Аллақұл хан Хиуаның бір бөлігін арнайы дуалмен қоршатып, қаланың ол бөлігін Ишан қала деп атады. Алматы жақсы ма? Жақсы. Бір 1873 жылы Хиуаны орыс әскерлері басып алып, бүкіл Хиуа хандығымен бірге Ресей империясының протекторатына айналдырды. 1920-24 жыл аралығында Хорезм Халық Кеңес Республикасының астанасы болды. 1967 жылы қаланың ескі бөлігі Ишан қала қорыққа айналдырылды. 1995 жылы Хиуа ЮНЕСКОның шешіміне сай әлемдік мәдениеттегі ерекше орны бар қалалар қатарына кірді.
негізі бүкіл Ичан қала өзі бір үлкен мұражай сияқты. Егер қателеспесем, ішінде бір 18 жеке мұражай бар сияқты. Соның әр біреуіне кіру билеті жаңағы общий билетпен бірге болады. Турникет арқылы QR-мен өтесіз. Ишан қалада жұмыс істейтін қызметкерлердің айтуы бойынша, бұрынғы Өзбекстанда ең алдымен қаланы тұрғызбақ бұрын құдық қазылды, су табылса сол жерде қала құрылған. Бұл бөлмеде хан гаремінің еріксіз әйелдері тұрған. Мәлімет бойынша ханда 4 ресми әйелі және 40 еріксіз әйелдері болған. Здесь надо сушить, 7 лет надо дерево сушить внутри кели. Потом можно работать. Там готовят ладушки, тапчаны, двери отправляли Алмату, Астану. Двери отправляли, там внутри есть хороший готовый дверь. Это поставка для книг. Это без клея, без гвоздя, без куска дерева. Лаком, да, покрываете? Да. Вот доска для утренней шкатулки, все там пенал. Это колонны тоже вручную, да? Это все ручная работа, да? Рахмат. Берете? Это? Ичан қала туралы тағы бір қызықты дерек, бұл жерде кәдімгідей тұрғылықты районы бар. Өзінің көшелерімен адамдар тұрып, өмір сүріп жүреді. Біз қазір бөлмеде, мұнда қонақ үй, бұл қожайындары өздері чайхана ұстайды, и бір жағын қонақ үй жасаған. Осында өздеріміз дайындайтын ас үй жоқ. Біз жаңа сұрағанбыз, дайындауға бола ма жоқ деді. Далада болса шан. И біз осында шешімге келдік. Бөлмеде дайындап жатырмыз. Енді не істемейсің? Ақшаны үнемдеу үшін. Дәрігерге. Иә. Айтпақшы барлығы бұл жерде етпен гөшт. Гөшт, өзбекше ет. Гөштсіз десек, гөштсіз ештеңе жоқ дейді. Қалай есіңдер көрсіз деп. Кешкі астан кейін біз түнгі Хиуаны тамашалайық деп көшеге шықтық. Аздап Ишан қаланы аралап, бір жерден қатты шыққан музыканы естідік, және де біз әрине сол жерге бардық. Бұл Самарқандтан келген мектеп оқушыларының дискотекасы екен. Соларға біраз қарап тұрдық.
осымен біздің Хивадағы қонысымыз аяқталды. Жалпы 2 түн түнедік. Бір күн Ишан қаланы толығымен араладық. Және де келесі видеода біз Мойнаққа барамыз. Мойнақ деген Қарақалпақстанда орналасқан. Егер де бұл видеоны осы сәтке дейін көрсеңдер, лайк басып қойыңдар, комментарий қалдырсаңыз, одан да көп риза болам сізге. Және де міндетті түрде Еркін Қазақ арнасына жазылыңыз. Жаңа видео туралы хабардар болу үшін қоңырауды басыңыз.